айналайындар. Ешқашан ата-аналарыңды, ананың әке-шешесі бай, сен неге бай емессің деп кінәлай көрмеңдер. Бағалайық. Сол күні күнде үйден көрем дейтін әкеңді көре алмай қалсаң, арманда қаласың ғой. Күнде үйіңнің тегін аспазы болып жүрген анаң бір күні ауырып, бір жағдай болып қалатын болса, өкініште қаласың ғой. Оның бәрі кеш. Оның бәрі кеш. Күнде. Жасанды емес. Қазір бір жеңіл сөз бар. Мен сені жақсы көрем деген. Ауыздың ұшымен айтылатын. Маған ұнамайды ол сөз. Жақсы көр. Шын жүрегіңді лүпілдетіп, жақсы көр. Анаңның бағала еңбегін. Сен аман есен туғанына, өзі кимей сені киіндіріп жүргеніне, өзі үйде отырып сені оқытып жүргеніне, соңғы тәттісін бір тәуір кәмпитін саған сақтап қойғанына бағала. Атаңды бағала, әжеңді бағала. Ауылға барыңдар, қаладағылар. Ауылға барыңдар. Ауыл отан қазақтың. Ауыл бесік қазақтың. Ауылдағыларды қаладағылар. Демалысқа шақырыңдар. Келіңдер бізге. Сонда біздің бұрынғы ағайындығымыз, бір үйдің бұрын 5-6 баласының балалары жиналған кезде, бір әулетте лагер болатын тептегін. Ұлдың баласы, қыздың баласы жаздай жиналып, бәрі бір бөлмеде 10 бала 3 көрпені жамылып жатып, біз солай өстік. Сондықтан да біз бауырмал болдық. Сондықтан да біз сол бауырмалдықты қазаққа, елге істегіміз келді.